Pinduoduo сайтынан көбісі біле бермейтін фишка. Ол үшін мына товардың описаниясының үстіне басып тұрамыз. Мінекей мына қара жазудың үстінен осындай екі батырма шығады, соның екіншісін таңдаймыз. Бұл батырманы бассаңыз, барлық басқа да дүкендерде сатылып жатқан дәл осы товардың түрлерін шығарып береді. Әрі қарай мына үстіндегі бірінші батырманы бассаңыз, осындай екі батырма шығады, оның екіншісін таңдаймыз. Бұл жоғары рейтинг бойынша іздеу. Мына үстіндегі батырмалар, фильтрлар, осыларды пайдалансаңыз болады. Ал енді мына екіншісін бассаңыз, сатылым саны жоғары дүкендерді шығарып береді. Ал енді мына үшіншісін бассаңыз, стрелка үстіндегісі жанды. Осы товардың ең арзан түрлерін шығарып береді. Батырманың үстінен тағы бір бассаңыз, астындағы стрелкасы жанды. Енді бұл товардың қымбат түрлерін шығарып берді. Келесі мына төртінші батырманы бассаңыз, сізге бренд түрлерін шығарып береді. Как найти бренды Zara, Massimo в Pinduoduo? Для этого надо знать некоторые лайфхаки. Давайте напишу за, затем звездочка А. Тут цены дешевле в 2 раза, чем в официальных магазинах Zara. Вот смотрите, есть бирки. Качество такое же, а цена в 2 раза дешевле. Очень выгодно. Почему стоит отключить кошелек Dodo в Pinduoduo? Потому что если вы сделаете возврат, то деньги могут поступить на этот кошелек. А этим может пользоваться только гражданин Китая. А если вы его отключите, то деньги поступят на вашу карту, либо на вашу Alipay. Давайте теперь я покажу, как его отключить. Заходим сюда, заходим в настройки, выбираем последнюю, заходим во вторую, нажимаем на синюю кнопку, выбираем второе, нажимаем на серую кнопку, нажимаем на красную кнопку.